Сәлем достар, сіздермен бүгін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі, дәруменге бай, пайдасы өте мол майсөктің жасалу жолымен бөлісемін. Каналыма подписать етіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тарының жақсы қуырылған әдемі түрін таңдап алыңыздар. Ыстық қайнап тұрған суымызды тарымыздың үстіне құйып, жақсылап жуып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай тарымыздан осыншама лас су шықты. Тарымыздың суы тазарғанша бірнеше қайтара жуып аламыз. Мен 3 қайтара жудым. Міне тарымыздың суы осындай таза болғанға дейін жуып аламыз. Тарымыздың үстіне ыстық қайнап тұрған сүтті құйып, араластырып, бетін жақсылап жауып, сүті тарылғанша шамамен 40 минутқа орап қоямыз. Міне біздің тарымыз сүттің барлығын бойына сіңіріп, көлемін 2 есе үлкейтіп, осылай әдемі болып жарылып шықты. Енді тарымызды таза суды жақсы соратын қыбыз сүлгіге жақсылап біркелкі қылып жайып шығамыз. Бетін суды жақсы соратын таза сүлгімен жауып 20-30 минутқа қоямыз. Міне біздің тарымыз дайын болды. Тарымыздың барлығын жақсылап жинақтап алып, таза ыдысымызға саламыз. Енді тарымызға қантымызды, бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Міне біздің дәмді, пайдасы мол, дәруменге бай майсөгіміз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Каналыма подписать етіп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.